안녕하세요. сенімен бірге Роуз. Бүгін бізде аватарка Jimin мен Хэллоуинға арналған. Бұл негізі ақылы тапсырыстардың бірі. Платный, бесплатный тапсырыстар менде уже 10 шақтысы жатыр. Мен оларға көшуге менде уақыт жоқ, өйткені платный тапсырыстар пайда болып жатыр. Менде жақында уақыт болмайды, оқуға көңіл бөлетін боламын, сондықтан да бесплатно аватаркаларды әзірге қабылдамаймын. Сондықтан менде пока платный аватаркалар қабылданады. Пока менде біраз адамдар тапсырыс беріп жатыр әлі де, и менің ойымша ақылы тапсырыстар, сіздер білесіздер, олар очередьсіз орындалады. Если ақылы тапсырыстың алдында тағы ақылы тапсырыс болса, онда әрине ол да очередті күтуіне тура келеді, бірақ мен оны бір күнге қалдырмай істеп жатырмын. Бұл бізде Jiminмен жасалған аватарка. Бұл аватаркада бізде маған 3 сурет жіберілді. Бұл Black Swanның несіндегі фото. Black Swanның скриндары, кейбіреулері фотолары. Осы фотоларды қолданып, менде бір аватарка шығару керек болды. В общем, мен бірінші фон қарадым, қандай фон алуға болады екен, сосын мен суреттерді құюға кірістім. Бірінші біз Jimin аватаркасын бастамастан бұрын бізде бірінші фонның дизайны қаралған екен. Сосын фонға қарап, біз оған арнайы бір фонға қарап, біз аватарканың структурасын ойлап таптық. Қандай дизайн примерно болу керек екенін, менде мына жерде біраз суреттер болды интернеттен іздеп тапқан, бірақ олар меніңше онша емес болды. И сосын мен тағы да іздеу салдым. Біраз уақыт іздедім. Мына жерде менде 4-5 видеоға бөлінген екен аватарканың несі. И мен бұл жерде кейбір жерін қиып алып тастайтын шығармын, өйткені бұлар уже басқа фон қолданылды, басқа әртүрлі фондарды қолданып көрдім. Сондықтан да бір видеода почти мына жерде 11 минут бойы мен, жоқ 11 минут емес, 15 минут бойы ма, вообще таппаған екенмін қай. Мына жерде менде бір сурет қиылған болды, мен ол суретті қолданам ба қолданбаймын ба деп ойладым. Сосын кейін маған көзіме түскен бір әдемі бір сурет болды. Ол, мне кажется, скрин ба, или фотосет ба, или групповой фото ма, білмедім, мен түсінбедім. Оны вообще іздеп көру керек еді, бірақ бұл качественный болғандықтан мен оны іздеген жоқпын ғой деймін, или өзім іздеп качественный таптым. Если честно, есімде жоқ. Бұл сурет маған өте ұнады, сондықтан да мен бұл суретті қиып алдым да, и осы суретті қолдандым. Басты фото ретінде. Одан кейін бізде скрин кетеді, екінші сурет ретінде. Мен осы скринмен біраз бірдеңе ойладым, қалай істеу керек екенін. Сосын бұл жерде мен жүгіртетін шығармын. И бірінші, екінші суретті қию нормально болды. Үшінші суретте маған біраз қиындығы келген, бұл оның қанаттары. Бұл скрин қатты качественный деп айта алмаймын, но қатты качествосы жоқта емес, сондықтан да қию маған кішкене нормально болды. И қанатында, собственно, мен қия алдым. В общем, маған ұнады бұл жерде қалай әдемі қанаттарын қиып алдым. Мына жерде уже қиылған менде суреттер болды алдыңғы фотосеттен. Иә. Бұл жерде қолмен бір-бірден бәрін қию керек болды, өйткені бұл жерде мен быстрый выделение көрмейді. Бұл почти размытый фото, и почти мына жерде контурлары білінбейді, қайсысы қай жерде екен. Сондықтан да ол жерде ручной бәрін беруге керек болды. В общем, и мен қанатын успешно қиып алдым. Кейбір жерлерін мен оның рукамен кішкене созып жібердім, өйткені не очень выглядит.
мен мына жерде канчама структураларды коюп көрдүм. То касына коюп көрдүм, то левый сторона, то правый сторона. Пока мен фонга сәйкестелип келмейинче, мен бул жерде неше түрлүү нелерди ойлоп көрдүм. Калай койсам калай болот экен, былай койсам калай болот деген. И баска да фондарды издедим. В общем, маган мына жердеги фиолетовый примерно фон унады. Shame to even let you see. Used to love a piece of me. Shame to even let it show that I can't let it go. Shame to even let you see. Used to love a piece of me. Shame to even let it show that I can't let it. I'm holding on as time goes by. I keep holding on, but I can't let it show. So hard, I tried for so long. So hard, I cried for so long. Shame to even let you see. Used to love a piece of me. Shame to even let it show that I can't let it go. Shame to even let you see. Used to love a piece of me. Shame to even let it show that I can't let it go. И мен мына жерде тағы бір фотоны алып тастайм дедим да. Мына жерде баска видеода мен фонду өзгерттим, получается. И бул жерде мен новый фон таптым. И новый фондан кийин главный фотону мен оң жакка коятын болуп чечтим. Негизи мен ар түрлүү болуп кылдырып көрдүм, 4 домалакка. Бирок главныйга, мне кажется, домалак гана адем көрүнөдү. И мына жерде нелер, өрмекчинин уялары өтө реалистично, адем көрүнөт, фиолетовый цветпен. И фонда, мне кажется, более-менее. Өйткені осы фондан басқа нормальный фон таппадым. Басқа фондар маған, мне кажется, сәйкес келмейтіндей көрінді. Мына жерде мен көп процедуралар жасадым. Даже видеонун өзү 4-5. Негизи маған видеону токтотуп кайтадан түшүрүш керек болот. Өйткені менде Photoshop көтере алмайт кейде. И катты дұрыс жұмыс істемей калат. Медлить етіп қалады. Сосын кейін маған Photoshop'ты қайтадан жауып, қайтадан ашып, и записьті жаңартып, қайтадан солай істеу керек болады. Негізі пауза қоя тұруға болады не да, бірақ мен паузаның услугасын қолданбаймын. Неге екенін білмеймін, жаңағыдан есіме түсті пауза бар екен. И мына жерде мен бірінші аван жасадым, одан кейін обложкаға көштім. В общем, бұл жерде ничего такого непонятного нет, и бұл жерде просто дизайн ойлап табу деймін ба. И мен топтың атын жаздым. Мына жерде обложканы жасап болғаннан кейін, осы аван жасаған кейін Black Swan мен басымда ойнады ғой күні бойы. И топтың атауы, ссылкасы, и сіздің нигіңіз. Бұл жерде ештеңе ерекше ештеңе көріп тұрған жоқпын, сондықтан да.
Бирок маған обложка больше всего ұнайды. Обложка өте әдемі шыққан. Бұл жерде Jiminнің канаттарымен тұрған әдейі сол суретті қойдым, и прям әдемі в тему көрініп тұр. В общем, сіздерге ұнады деген үміттемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тапсырыс белгілеріңіз келсе, мен ссылканы астына қалдырамын. ВК-ға, бірақ ол пока что менде платный тапсырыс, сондықтан да ештеңе айта алмаймын. Қазір платный тапсырыс бермейді деп ойлаған адамдар, бірақ наоборот мен ойлағаннан да бұлар тапсырыс беретін екен. Сондықтан да мен пока оқуым бітіргенше осылай тапсырыс қабылдайтын боламын. Бесплатный тапсырыстарды бітіремін, ақылы тапсырыстар болмаған кезде. И в общем солай. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Подписка, лайк күтемін. Әлі де менімен бірге боласыздар деген үміттемін. Аньон, сау болыңыздар. Is it something you can't hide? Is it haunting all the time? Do you feel it somewhere deep? Does it find you in your sleep? It's all you need.